Азық-түлік бағасы өсе ме? Егер шындықты айтатын болсақ, бағаның қымбаттауы заңды нәрсе. Как развивается сфера туризма города Нур-Султан? Количество внутренних туристов увеличилось. Кәсіпкерлерге нақты қандай көмек көрсетілуде? 645 миллион теңге грант ретінде бөлінеді. Осы және сізді мазалаған басқа да мәселелер бойынша Елорда арнасын тамашалаңыздар. Армысыздар, Елорда арнасына қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен Нұр-Сұлтан қаласының кәсіпкерлік мәселесін талқылайтын боламыз. Сонымен бастайық. Бүгін біздің эфирде қонақта инвестиция және кәсіпкерлікті дамыту басқармасының басшысы Ержан Талғатұлы келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Рахмет. Біз сұрағымыздың ағымын бастамас бұрын өзіңізге осы ел халықты Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындарын мазалайтынын маңызды сұрақтан бастағым келіп отыр. Азық-түлік мәселесі. Халықтың көбісі оған наразы, бизнес құлдырап жатыр, олардың да тарапынан бар. Жалпы осы бағытта не жасалып жатыр, қандай өзгерістер бар, не істелінеді деген нәрсені айтып жібересіз бе? Әрине, азық-түлік мәселесі қазір өте күрделі мәселе болып табылады. Ол тек Нұр-Сұлтан қаласы, я болмаса Қазақстан емес, бүкіл дүние жүзінің қазір толғандырып отырған сұрақтардың бірі. Біріккен ұлттар ұйымының жаңағы ауыл шаруашылық өнімдері бойынша ФАО деп аталатын ұйымы бар. Солардың зерттемесіне сәйкес, соңғы бір жылдың ішінде азық-түліктің бағасы дүние жүзінде 34%-ға дейін өскен. Соңғы наурыз айының өзінде азық-түліктің бағасы 12%-ға өскен, былтырғы жылмен салыстырғанда. Яғни бұл дүние жүзінде болып жатқан үлкен күрделі мәселе. Біз оны зерттеп жаңағы қараған кезде ең бірінші себептің бірі ол жаңағы пандемия. Пандемия кезінде көп, мысалы үшін, өндіретін зауыттар, жаңағы фабрикалар тоқтап қалған болатын, көптеген логистикалық жаңағы жолдардың барлығы тоқтады. Оны қайтадан бастау үшін көптеген қаражат кетеді, шығын көбейеді. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе ол қазір Ресей мен Украинаның арасында болып жатқан жағдай. Оған сәйкес біз мысалы үшін тауар өнімдерінің жаңағы импорттың 50% шамасында осы Ресей арқылы алып келеміз. Және олар Ресей, Украина екеуі қосып, жаңағы бидай өндіру бойынша және күнбағыс майы бойынша ірі экспорттайтын мемлекеттер болып табылады. Сондықтан осы мәселеге айтып кетуге болады. Және де былтырғы табиғи құбылыстар, жаңағы қуаңшылықтың зардабы. Осы системалық проблемалар негізінде азық-түліктің бағасы көтеріліп жатыр. Онан бөлек өзіміздің ішкі жағдайға келетін болсақ. Ішкі жағдайды айтатын болсақ, әрине біз енді азық-түліктің 19 түрі бар. Жаңағы әлеуметтік деп аталатын. Яғни оның түрлері көп қой, бірақ әлеуметтік, яғни ең қажетті деген тауарлар 19 түрі бар. 19 түрінің шамамен айтсақ 90%-на дейін Қазақстан өзі өндіріп, өзін қамтамасыз ете алады. Қазіргі таңда жаңағы ауыл шаруашылық министрлігі өзінің 2025 жылға дейінгі азық-түлікті қамтамасыз ету жоспарын жасады. Соған сәйкес 2025 жылға дейін 18 түрі бойынша толық Қазақстан өзін қамтуға жаңағы бағдаты қойылып жатыр. Одан бөлек тек қант бойынша ғана 80% ғана біздің өзімізді қамтамасыз ету мақсаты қойылып отыр. Осы жоспарлардан шаршаған жоқпыз ба? Орындала ма жоспарлар? Әрине, ол жоспарларды қарадық. Бұл енді ауыл шаруашылық министрлігінің жасаған жоспары. Ең басты мақсат азық-түлікті қамтамасыз ету үшін өндірісті кеңейту керек, көбейту керек. Сол мақсатта бізде жасалып жатқан, жалпы бұл мақсатта екі жақты қарауға болады. Біріншісі ол тез қолға жетімді оперативті түрде жасалатын жұмыстар, екіншісі жаңағыда жүйелі түрде жасалатын жұмыстар. Жүйелі түрде жасалатын жұмыстарды айтатын болсақ, ол азық-түлік өнімін көбейту, Қазақстанда өңдеуші фабрикалар мен заводтарды көбейту. Қазіргі таңның өзінде Нұр-Сұлтан қаласында біз ауыл шаруашылық министрлігімен 8 жоба бойынша жол картасын дайындап, биылғы жылы 2 завод іске қосады деген ойдамыз. Одан бөлек басқа да жобалар жүзеге асып жатыр. Қазір сөзіңіз аузыңызда. 8 қандай жобалар? Айтып кететін болсақ, 2 жылыжай. Жылыжай, онда не өсіріледі? Онда жаңағы қияр мен қызанақ өсетін болады. Онан басқа енді
әртүрлі жаңағы салаттарды өсіруге болады. Қазір өте үлкен сұраныс жалпы оған да жүріп жатыр. Онан бөлек бізде сүт зауыты, тәулігіне 100 литр өңдейтін сүт зауыты. Онан бөлек жаңағы қоймалар, азық-түлік қоймасы, жаңағы жеміс жидектердің қоймасы бойынша. Онан бөлек нан шығаратын завод, сосын кондитерлік завод бар. Сондай 8 жобамыз бар. Одан бөлек әрине басқа да жобалар жүзеге асып жатыр, но негізінен осы 8 жобаға біз қазір үлкен жаңағы өзіміз көзқарасымызды бөліп отырмыз. Онда қараңызшы, Ержан Талғатұлы, жаңа 8 жобаны атап өттіңіз. Қияр мен қызанақ өсіреміз дедіңіз, кондитерлік өнімдер болып, нан бар дедіңіз, қанша уақыттан кейін, 1 жыл, 10 жыл, қанша уақыттан кейін Астана қаласы өзінің тұрғындарын сол өнімдермен қамтамасыз ете алады? Ешкімнің қолына қарамай, ешқандай саяси жағдайларға тәуелді болмай, қашан біз қамтамасыз ете аламыз? Егер шындықты айтатын болсақ, Нұр-Сұлтан қаласы ол ауыл шаруашылық өңір емес, бұл қала. Сондықтан біз әрине міндетті түрде өзімізбен шекаралас облыстардан тәуелді боламыз. Бірақ сол 19 тауардың қазіргі таңда 3-еуі бойынша біз өзімізді қамтамасыз етеміз. Қандай? Ол жаңағы нан мен ұн, оннан бөлек жаңағы сүттің кейбір жаңағы түрлері, осы 3 түр бойынша біз өзімізді, макарон сосын, сол түрлері бойынша біз өзімізді қамтамасыз ете аламыз. Қалғандарын айтатын болсақ, мысалы үшін картоп, сәбіз, әрине біз өзіміз қамтамасыз етуіміз екіталай болады, өйткені бізде оны өсіретін жеріміз жоқ. Сондықтан біз биылғы жылы жаңағы 14 миллиард теңге бюджеттен қаражат бөлініп, осы азық-түлік бағаларын қамтамасыз ету үшін, азық-түлікті жалпы қамтамасыз ету үшін және оның бағасын тұрақтандыру мақсатында 14 миллиард теңге ақшаны игеріп жатырмыз. Ол әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы форвардтық договорлар жасалынады, форвардтық шарттар. Онда түсіндіріп өтіңіз, Астана қаласының тұрғындары үшін 14 миллиард теңге бөлінді бағаны тұрақтандыру үшін. Бірақ өзіңізге белгілі, бізге де белгілі, баға бәрібір өсіп жатыр. 14 миллион қайда кетіп жатыр? Енді жалпы айтатын болсақ, ол 14 миллиард, ол жаңағы азық-түлікті Нұр-Сұлтан қаласын толық қамтамасыз етеді деген ондай ешқандай айта алмаймыз. Өйткені ол жалпы қамтамасыз ету үшін ол біздің есебіміз бойынша 200 миллиардтан артық ақша керек. Әрине біз нарықтық экономика болғандықтан біз түгелімен де жаңағы жоспарлы экономикаға өту ол дұрыс емес болады. Бірақ дегенмен де 14 миллиард ол жаңағы өзіміздің 19 азық-түлік түрі бойынша ең болмағанда кейбір нысандары бойынша 5 айлық жаңағы тұтынатын өнімнің 30%-ын қамтамасыз ету деген сондай жоспар бар. Сол жоспарды орындау үшін бөлініп жатыр. Қазіргі таңда айта кететін болсақ, Магнум желісі бар. Солармен біз шамамен алғанда 2,5 миллиард теңгеге шарт құрып, сол 19 түрі бойынша бағаларын бәрін тұрақтандырған болатынбыз. Ол жаңағы Магнумның 59 дүкені бар қалған бойынша, сол қалаларда толығымен де сол жерден 19 түрін сатып ала алады. Онан бөлек Ақмол деген дүкен желісі бар. Олар енді көп емес, бірақ дегенмен де олар Ақмола облысының тауар өндірушілерінің бірге жасалған кооперативті дүкені. Сол дүкендерде кейбір тауарлардың өнімін сол жерден де ала алады. Онан бөлек біз жасап жатқан жұмыстарымыз тікелей тауар өндірушілермен шарт жасасу. Ол Павлодардағы жаңағы картоп өсіретін, сәбіз өсіретін, осы Ақмола облысында картоп, сәбіз, қияр өсіретін, пияз өсіретін тауар өндірушілермен тікелей шарт жасасып, бағаларын бекітіп, және сол тауарларды қаламыз бойынша 140 дүкенде сату мәселесі көзделіп жатыр. Ол қазірдің өзінде ол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазір байқасақ, енді бағаларында енді биылғы өнімдер енді шығайын деп жатыр. Сол биылғы өнімдер шыққан бойда біз жәрмеңкелерді жалғастырамыз. Былтыр жәрмеңкелерді жасаған болатынбыз тауар өндірушілермен бірге. Биыл енді Алла қаласа облыстарымыз
көбейіп жатыр. Былтыр 14 өңірден келсе, биыл енді 17 өңірден тауарлар әкелеміз деген жәрмеңке ұйымдастыратын жоспарларымыз бар. Жәрмеңкені кім ұйымдастырады? Кімнің қаржысына келеді сол жәрмеңке? Жәрмеңке әр облыс өзінің жаңағы тауар өндірушілерін біріншіден халыққа таныстыру үшін, енді Нұрсұлтан қаласының нарқы үлкен нарық қой. Сондықтан халыққа таныстыру үшін және де жаңа маркетинг тұрғыда менің ойымша әрбір тауар өндіруші өз қаражатына келеді. Енді әрине ол жәрмеңке кейбіреулеріне жаңағыдай табыс алып келуі мүмкін, кейбіреулеріне табыс алып келмеуі мүмкін. Бірақ дегенмен де имидждік тұрғыдан қарайтын болсақ, маркетинг тұрғыдан қарайтын болса, әрине ол жақсы оларға. Өйткені халық ол тауарды біле бастайды, сондан кейін олар өздерінің тауарларын жаңағы дүкендер желісі арқылы, я болмаса базарларға шығарып сатуға мүмкіндіктерін алады. Жарайды. Астана ақшам газеті өзіңізге белгілі. Арнайы осы біздің сұхбатымыз бұрын біз осындай сауалнама жүргізген болатынбыз Нұрсұлтан қаласының тұрғындары арасында. Сонда осы елорда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері бағасының өсуін тежеу мүмкін бе деген сұраққа 63% белгілі бір шаралар қабылданғанмен нарықтағы бағалар бәрін өзі-ақ айқындап тұр дейді. Келісесіз бе осы пікірмен? Енді келісуге болады ғой, әрине. Солай дейік, әлі де осы тағам өнімдеріне баға өсе ме, өспей ме? Енді біз әрине ол өсім барлық жерде ол табиғи құбылыс деп ойлаймыз. Жылда енді инфляция бар, одан бөлек мысалы өздеріңіз байқап жатқан шығарсыздар, жаңағы жанар-жағар майдың қымбаттауы, одан бөлек бұл жаңағы 14 тауардың өзінің құнының анализ жасаған кезде әрбір компоненттерден құралады. Яғни жаңағыдай оны тасымалдау құны болады, оны жаңағы жалақы беретін адамдарға құны болады, оның техниканың құны болады. Оның барлығы қымбаттап жатыр қазіргі таңда. Ол тек қана біздің елімізде ғана емес, бірақ бүкіл дүние жүзінде болып жатыр. Әрине сондықтан осы құбылыстар болған кейін бағаның қымбаттауы ол заңды нәрсе. Өйткені қазір айлық та өсіп жатыр. Айлық өскеннен кейін ол тауар өндірушінің өзінің құнына әсер етеді. Бірақ дегенмен де біз жаңағы мысалы үшін картопты қазір бір павлодарлық компаниямен ауыл шаруашылық тауар өндірушімен мысал ретінде айтатын болсақ, орта есеппен алғанда күзгі кезеңге 145 теңгеден 1 килограмм солай келісілді. Яғни ол баға 200 теңге бола ма күзде, 250 теңге бола ма, ол бізге осы бағамен өткізіп беріп тұратын болады. Сондықтан ол осындай жағдай. Ең басты мәселе ол өндірістің көлемін кеңейту. Сонда ғана бізде сапа болады, сонда ғана бізде бағаның да әділ бағаның орнауы да соңғы кезде біз қамтамасыз ете аламыз. Жалпы Қазақстан Республикасы жаңағы Біріккен ұлттар ұйымының ауыл шаруашылық ұйымының есебіне сәйкес жаңағы азық-түлік тауарларын өндіру бойынша ең әлеуеті үлкен мемлекет болып табылады. Біз соны әлі де толығымен игеріп жатқан жоқпыз өз әлеуетімізді. Қашан игереміз? Енді соған қатысты жақсы жүйелі реформалар жасалып жатыр. Шындықты айтатын болсақ, ауыл шаруашылығына қажетті реформалар жүргізіліп жатыр. Жаңағы субсидиялардың, мемлекеттік көмектердің жақсы инструменттері бар, бірақ дегенмен екінің бірінің қолына жете бермейді. Біріншіден ол қаражат, екіншіден тауар өндірушілердің мысалы үшін бірден бір проблемалары ол шығарған өнімін сата алмауы дер кезінде. Мысалы үшін жаңағы қызанақ екті дейік, ол қызанақ еккен күнде де оның сату мәселесі бар ғой. Сондықтан қазіргі таңда фермерлер өздері егеді, өздері сатады, өздері бәрін дайындайды. Ал негізі жақсы жаңағы жүйелі түрде жұмысты ұйымдастыратын болса, еккен адам ол сатумен айналысатын уақыты жоқ. Ол бас ауырмау керек. Сондықтан біз оларға сондай қолайлы жағдай жасауымыз керек. Қашан жүргізіледі және кім жауапты? Ауыл шаруашылығы ма, сіздер ме? Енді әрине біз Нұрсұлтан қаласы ретінде біз жаңағыдай ауыл шаруашылық өнімдерін өндіре алмаймыз. Біздің жасайтын жұмысымыз тек ауыл шаруашылығына байланысты өнімдерін жаңағыдай қайта өңдеу, переработка дейді, қайта өңдеп соңғы тауарды
шығару мәселесі бойынша біз жұмыс істей аламыз. Онан бөлек жаңағы қалалық инфраструктураны дамыту мәселесі. Жарайды. Управление по инвестициям и развитию предпринимательства занимается инвестициями, развитием туризма, предпринимательства, торговли, экспорта на территории Республики Казахстан, а именно в городе Нур-Султан. Есть проблемы? Немного ли задач? На самом деле очень хороший вопрос. С одной стороны, это мотивирует и стимулирует, что ты должен быть универсальным солдатом, грубо говоря, да? То есть должен заниматься от торговли, сельским хозяйством, и туризмом, промышленностью. Инвестициями. Да, инвестициями. С одной стороны, это, возможно, сложно, потому что не всегда достаточно времени можно уделить тому или иному проекту либо отрасли. Но, с другой стороны, это тоже хорошая возможность для саморазвития и в целом разностороннего развития, можно сказать. Почему мы в этом видим саморазвитие, если мы говорим про то, что очень много разных задач? Хватает ли ресурсов и потенциала в целом управления? Ну, я честно скажу, мы анализировали другие регионы по этому направлению. В некоторых регионах ту задачу, которую мы выполняем, выполняет там, допустим, 2-3 управления. Но в целом нам еще помогает то, что у нас есть подведомственные организации, которые выполняют, нас дополняют и помогают нам достигать тех целей, которые поставлены перед нами. У нас сейчас подведомственными организациями являются Астана Инвест. Они как раз таки занимаются привлечением инвестиций, потом привлечением туристов и плюс являются управляющими специальной экономической зоной. Есть у нас еще и другая организация, это АО СПК Астана. Они занимаются как раз таки вот продовольственной безопасностью, занимаются инвестициями также частично и отдельными социальными вопросами, связанными с городскими проблемами, можно сказать. Да? Поэтому вот эти две организации, которые нам помогают в ежедневной работе, но в целом, конечно, направлений очень много, но в то же время интересно, потому что человек, он, если что-то новое, он старается изучать, расширять свои знания и компетенции. Во всех отраслях есть отдельные конкретные приоритетные проекты. Вот. Тот же туризм там взять, да, допустим. В период пандемии, да, возможно, количество, невозможно, а вообще в целом во всем мире количество туристов упало до 70%. В Казахстане то же самое. Но, с другой стороны, пандемия показала, что у нас есть хорошие перспективы во внутреннем туризме. Да? Наоборот, количество внутренних туристов увеличилось. И мы стали обращать внимание на те объекты, на которые мы до пандемии, может быть, даже и не обращали внимания. Они, в принципе, радуют, но на этом нельзя останавливаться, дальше надо развивать. А по части города, город в большей степени привлекателен как дестинация бизнес-туризма и так называемого майс-туризма. То есть там встречи проводить, какие-то выставки проводить, форумы организовывать. У нас весь потенциал для этого имеется, и есть достаточное количество гостиниц, койко-мест. Аэропорт у нас имеет потенциал. Да. В прошлом году мы организовали съемки дрифт-шоу совместно с Red Bull, где мы показали возможности города по организации съемок, может быть, каких-то короткометражных эпизодов отдельных фильмов. Да. Почему бы нет, если «Форсаж» здесь будут снимать. Вот. В свое время вот, есть фильм «Страж Галактики», вы знаете, не знаете? Вот, они хотели снять какой-то эпизод у нас в городе, но тогда, оказывается, не разрешили. А мы сейчас их, ну, как бы ждем, чтобы какой-то отдельный эпизод съемки фильмов организовали здесь. Я думаю, клипы тоже снимаются хорошо у нас в городе. Город сам по себе молодой, футуристический. В целом, какие планы в развитии туризма и что конкретно делается в этом направлении? Вы правильно отметили, у нас в первую очередь город Нур-Султан, он специализируется в именно организации майс-туризма,
так называемых там выставок, организаций встреч, форумов и так далее. И плюс в целом деловой туризм, да, то есть люди приезжают ради бизнеса, потому что это столица, здесь находится много центральных офисов, там, допустим, зарубежных компаний, нефтяных, добывающих и так далее. Вот. В этом направлении город будет развиваться. И более того, те туристы, которые приезжают именно по бизнес-миссии, они тратят больше, чем нежели другие туристы. Раза 3, можно сказать, больше. Плюс потенциал города в каких направлениях? Потенциал города хороший в плане медицинского туризма. Например, очень хорошо развита у нас кардиохирургия, да, есть хорошие специалисты, хорошо развита у нас стоматология. Да. Есть знакомые иностранцы, которые, когда приезжают сюда, здесь лечат зубы, потому что за рубежом это гораздо дороже. И они стараются здесь хорошие условия для эко-оплодотворения. В Казахстане специалисты сильные, и законодательство у нас более либеральное, нежели там в других регионах. Да? Суррогатное материнство, там, допустим. Это вот отдельная часть, которую, в принципе, мы знаем. Медицина, в принципе, развивается, есть инфраструктура, надо дальше ее продолжать. Да? Наша задача заключается в чем? Как управление мы должны продвигать бренд города, как деловой город, как город с развитой инфраструктурой, по части медицины, по части спорта. Да. Организация спортивных мероприятий — это тоже один из видов делового туризма. У нас очень хорошие спортивные комплексы имеются, да, зимнего вида спорта, летнего вида спорта. В принципе, мы должны это максимально использовать. Сейчас у нас разрабатывается своего рода концепция развития туризма до 2025 года, в рамках которого мы ставим прежде всего для себя цели по подготовки специалистов. Катастрофически не хватает гидов, экскурсоводов, трехязычных, да, которые могли бы вести диалог и, грубо говоря, показывать город. Потом у нас будет создан туристический информационный центр возле Абу-Даби Плаза, куда все туристы могут приходить и получать необходимую информацию, то есть карты города, какие есть туры по городу, какие есть загородные туры, и любую информацию касательно города, можно и сказать, Казахстана. Потом, сейчас у нас реализовывается проект по строительству совместно с частным инвестором. Мы ему помогаем, подсказываем по реализации проекта летающего кинотеатра. Это своего рода формата 7К. Есть у нас в Туркестане, есть в Боровом такие кинотеатры, где вы садитесь на кресло, где-то человек 20-25, может быть, по-разному, и у вас ощущение такое, что вы летаете. Да? Уже съемки были произведены по городу, то есть полет над столицей называется, и полет над Казахстаном. То есть идея какая? Мы в свое время договорились тогда еще в Москве, есть парк Зарядье, куда очень много туристов приезжало, ну, по крайней мере, раньше. И у нас была договоренность, что наши вот эти видеоролики будут крутиться у них тоже. То есть турист, который приезжает туда, видит Казахстан, и у него проявляется интерес там посетить Казахстан или город Нур-Султан, и тем самым приезжает сюда. Будем договариваться по завершению с другими городами, как Стамбул, Ташкент и так далее. Есть идея организации смотровой площадки на верхнем этаже Абу-Даби Плаза. Да, это самая высокая точка в Центральной Азии, 315 метров. Сейчас мы разговариваем с нашими арабскими партнерами. Есть даже инвестор, который готов вложиться. Я думаю, что в принципе, если вот эта смотровая площадка, она будет организовано, очень большой интерес будет к его посещению. В Москве смотровую площадку в Москву-Сити посещает в год 600 тысяч людей. Ну пусть даже 100 тысяч людей будут посещать, это уже большой успех. Ержан Талгатович, признайтесь, это все вещи, которые уже готовый турист, да? Вот, например, в маркетинге всегда есть понимание: холодный клиент, теплый клиент, горячий клиент. То, что вы говорите, это про горячего клиента. Как мы будем привлекать с других стран, чтобы приезжали именно в Нур-Султан?
Вот в прошлом году есть такое понятие, как FAM trips, от слова английского familiarization, то есть ознакомливание. В прошлом году с 4 стран мы привезли блогеров с участием их же посольств. У них очень большое количество подписчиков, допустим, да, и они приезжают и, грубо говоря, показывают город со всех сторон, чтобы проявить интерес у своих же подписчиков приехать в Казахстан, посетить. Смотрите, мы говорим о том, что мы развиваем туризм как бизнес-центр, чтобы здесь проводили крупные мероприятия, конференции, спортивные мероприятия. В то же время мы привозим сюда блогеров, которые ориентированы, ну, скажем так, не для той аудитории, которая организовывает это мероприятие. Я ошибаюсь? Вы правильно отметили. Мы, вот я вам скажу, вот фам-трипы мы выбираем именно тех блогеров, которые, ну, скажем так, блогеры же тоже специализируются. Которые организовывают конференции. Да. Плюс еще есть такое понятие, как биддинг. То есть мы совместно с отдельными ассоциациями либо общественными фондами подаем заявки для организации мировых каких-то вот конференций в городе. Вот, допустим, на этот год мы выиграли проведение международной конференции по биоразнообразию. То есть это специализированная конференция, куда приезжают со всего мира обсудить там биоразнообразие и так далее. Да? Еще у нас на следующий год планируется проведение конференции Biz Awards. Это в области именно бизнеса. То есть там обсуждаются новые тренды по бизнесу, инвестиции и так далее. То есть они проводят ежегодные свои какие-то отдельные конференции и встречи в отдельных каких-то городах. И туда нужно от города подавать заявки. Не всегда, конечно, удается выигрывать. Вот, допустим, можно еще хороший пример привести. В 2019 году мы в городе провели конференцию ЮНВТО, то есть Всемирная организация по туризму, да, по развитию туризма. Для того, чтобы провести такие мероприятия, нужно проделать определенную работу по подготовке заявки, подаче ее и соответствие, скажем так, чтобы их требования были выполнены с нашей стороны. То есть правильно ли я понимаю, что для того, чтобы привлекать туризм в город Нур-Султан, мы подаем заявки на мировые, международные выставки, мероприятия, да. Организации, где только возможно? Да. Да? Хорошо. А если тогда смотреть с точки зрения медицинского туризма, как мы говорим миру о том, что у нас очень классная кардиохирургия, как вы отметили, да, по эко, суррогатному материнству и так далее. Как мир узнает про это? Вы знаете, здесь тоже один из методов — это подача заявок для проведения отдельных медицинских конференций в городе, да, есть специализированные там по глазной хирургии, либо по-другому. Второе — это организация, скажем так, выставления на различных медицинских туристических выставках. То есть сейчас вы говорите про то, что мы конкретно сейчас делаем, да, правильно? Да. То есть участие на выставках, туристических конференциях. И, конечно же, никто не отменял через продвижение города, через соцсети, через цифровые технологии. Вот такого формата работа должна вестись. И здесь очень важно, наверное, консолидация всех органов, не только акимата, но и Министерства здравоохранения. Хорошо. Бұқаралық ақпарат құралдарында үнемі осы мемлекет бизнесті қолдайды деген нәрсе көп айтылады. Мен тағы да жаңағыдай нақты нәрселерді жақсы көретін адам ретінде айтайыншы. Нұр-Сұлтан қаласының бизнесмендері үшін қандай жағдай жасалған? Қандай шаралар бар қолдау бағытында? Біріншіден, Нұр-Сұлтан қаласында бізде бизнесті қолдау мақсатында екі арнайы жаңағы экономикалық аймағымыз бар. Астана жаңа қала және Астана технополис. Астана жаңа қала шеңберінде толық елордамыздың сол жағалауы түгелімен десек айтуға болады
жаңағы Астана жаңа қала экономикалық аймағының территориясына кіреді. 15 мың гектар, соның 14.300 шамасындағы гектар осы сол жақ жағалауында салынып жатқан құрылыс нысандарының барлығы сол экономикалық аймақтың жеңілдіктерін пайдалану арқылы салынып жатқан жобалар. Онан бөлек бізде индустриялық аймағымыз бар. Шамамен алғанда 600 гектардың шамасында. Ол жерде қазіргі таңда 90-нан астам жоба жүзеге асып жатыр. Олардың 54-і іске енген, мысалы айтатын болсақ, Тұлпар Тальго заводы бар, жаңағы локомотив заводы бар, онан бөлек жаңағы құрылыс материалдарын шығаратын заводтар бар, тағысын тағы. Осындай сіз жаңағы экономикалық аймақтың беретін мүмкіндіктері қандай? Ол бірінші корпоративті жаңағы салықтан босатады. Онан бөлек жер салығы, жаңа мүлік салығы, соның барлығынан босатылады. Және де егер жаңағы қарым-қатынастары, екі жақтың да қарым-қатынасы арнайы экономикалық аймақтың арасында жүріп жатса, сол компаниялардың қосымша құн салығы алынып тасталынады. Одан бөлек жасалып жатқан көмектер қандай? Қазіргі таңда республика шеңберінде инвестициялық контракт деген түсінік бар. Арнайы жаңағы үкіметтің қаулысына сәйкес өзі бір тізімі бар, қандай жобалар жүзеге асыратын. Сол жобаларға сәйкес, егер сол жоба сәйкес келетін болса, сол салада жаңағы жер телімін грант ретінде бөлу мақсатында сондай көмек көрсетіледі. Қазіргі таңда 24 осындай аймақтық жаңағы біздің кеңесіміз өткен болатын инвестициялық. Сол шеңберінде 170-ге жуық жоба осылай өзінің жаңағы бастамасын алған болатын. Мысалы айтатын болсақ, қазіргі таңда жеке мектептер салынып жатыр. Оның барлығы осы инвестициялық контракттың шеңберінде жасалып жатқан жобалар. Тағы айтатын болсақ, енді шағын және орта бизнеске келетін болсақ, бастапқы келе жатқан бизнестарға, мысалы үшін бизнес идеяларға жаңа гранттар беріледі. Республика аймағындағы біз ең көп беретін аймақтарға кіреміз. Былтыр 318 миллионға 68 грант берілсе, биылғы таңда, қазіргі таңда тап бүгін сол комиссияның отырысы өтіп, соңғы жаңағы өтініштер қаралып жатыр. Биылғы таңда жоспар бойынша негізінен 350 миллион теңге, 345 миллион теңге көзделген болатын, бірақ былтырға қарағанда өте көп жаңағы өтініштер түскеннен кейін әкімнің қолдауымен қосымша 300 миллион қаражат теңгесі бөлінетін болып жатыр. Сондықтан жалпы айтатын болсақ, шамамен 150 адамға дейін грант алуға мүмкіндігі бар. Қаншаның көлемінде? Алдын 345 еді, қосымша 300 болып жатыр. Сонда 645 миллион теңге грант ретінде бөлінеді. Жалпы 645 миллион. Соның әр жаңағы өтініш бойынша 5 миллионнан көп болмау керек. Сондықтан егер солай есеппен алатын болсақ, шамамен 150 грант алатын өтініштерді қарастырамыз. 1800-ге жуық өтінімдер келіп түскен болатын. Соның 981-і іріктеліп жаңағы келесі конкурсқа. Енді соның ішінде 150-і осы грант алатын шығар деген үміттеміз. Бұл енді жаңа бизнесті қолдау мақсатында. Онан бөлек бизнестің даму картасы, жол картасы деген бағдарлама бар. Сол шеңберінде кәсіпкерлер несие ала алады 6% мөлшермен. Онан бөлек жаңағы несие алған кезде міндетті түрде оған кепіл керек қой. Сол кепіл ретінде жаңағы үкіметтің тарапынан жаңа дамудан қосымша кепіл беріледі. 85%-ға дейін ол егер жаңадан жасалып жатқан бизнес болса, я болмаса 50%-ға дейін ол бұрыннан келе жатқан бизнестердің көлемінде. Онан бөлек айтатын болса, қаржылай, әрине қаржылай тағы бір бағдарламамыз, Астана бизнес деген бағдарламамыз бар. Оны біз даму ұйыммен бірге жылда жүзеге асыратын бағдарламамыз 8,5%-бен жаңа бизнес проект болатын болса, бизнес жоба болатын болса 50 миллион шеңберінде, я болмаса бұрыннан келе жатқан бизнес болатын болса 100 миллионға дейін қаражат алуға мүмкіндігі бар. Бұл тек жаңағыдай қаржылай көмек алу, және де гранттай көмек алуды айтып өттім. Онан бөлек жаңағыдай консультативті
көмектер бар. Ол консультативті көмекті біз Атамекен ұйыммен бірге жүзеге асырамыз. Олардың жаңағы ұйымның офисында әртүрлі бухгалтерлік, салықтық және де экономикалық, қаржылай консультациялар алуға мүмкіндіктері бар. Вы только что как раз-таки подняли вопрос про кредитование, льготное кредитование бизнесменов. Какие банки вовлечены, какие условия, какой механизм получения? Есть программа «Дорожная карта бизнеса 2025», в рамках которого есть определенный перечень видов деятельности для финансирования проектов. В рамках этой программы кредитование предоставляется этим организациям под 6% на срок до 7 лет, в зависимости для каких целей, если это как инвестиционный вклад, либо это оборотный механизм и так далее. Плюс можно получить поддержку по части гарантирования этого кредита до 85% в рамках нового проекта и до 50% от займа. Это по действующему бизнесу, но сумма не должна превышать 1 миллиарда тенге. То, что касается дополнительного финансирования, есть программа «Астана Бизнес», реализуется совместно ДАМУ, да, фондом ДАМУ. В рамках этой программы, этого продукта процентная ставка составляет 8,5% до 100 миллионов тенге. Здесь, хочу отметить, нету отраслевых ограничений. То есть на этот год мы в данный момент заложили порядка миллиарда тенге. Это как раз таки для малого и среднего бизнеса, те, которые занимаются, может быть, услугами, торговлей и так далее. Енді әлеуметтік кәсіпкерлік туралы айтайықшы. Жалпы шарттары қандай? Бізде олар жаңағы өзіңіз айтқандай басқа кәсіпкерлер сияқты салықтан босатыла ма? Басқа қандай қолдау шаралары бар деген сияқты? Жақсы сұрақ қойып жатсыз. Қазіргі таңда әлеуметтік кәсіпкерлікке өте үлкен көңіл бөлініп жатыр. Былтырдан бастап осы әлеуметтік кәсіпкер деген жаңадан термин заңға енгізіліп жатыр. Жаңа кәсіпкерлік кодексіне сәйкес. Оның 4 категориясы бар. Заңда бәрі көрсетілген. Біріншіден ол жаңағы осы әлеумет жаңағы шектеулі азаматтарды жұмысқа алатын ұйым. Сосын осы әлеуметтік жаңағы осал дей ма? Әлсіз, әлеуметтік әлсіз азаматтарға керек тауарларды өндіру, я болмаса олардың тауарларын сатып алу сияқты осындай 4 категория болып бөлінеді жалпы. Соған сәйкес қазіргі таңда жаңағы экономика министрлігімен қағидалар қабылданған болатын. Есть программа «1000 мест уличная торговля». Так как она реализуется? Көшедегі 1000 орын деп аталады ғой. Кәсіпкерлер өзі орнын таңдай ала ма? Олар да салықтан босатылған ба? Не үшін, қалай жасалып жатыр? 1000 орын деген жобамыз бар. Оның операторы болып әлеумет СПК Астана болып табылады. Қазір біз осы бағдарламаны қайта қарап жатырмыз. Заман талабына сәйкес жаңадан оларға жаңағы ұстанымдар қоямыз деген ойдамыз. Жаңағы көлеңкелі экономиканың күрес мәселесі, одан кейін жаңағы суб арендаға тапсырылмау мәселесі, үшіншіден жаңағы салық мәселелерін төлеу. Егер де сіз жаңағыдай тұтынушы ретінде өзіңіздің құқықтарыңыз қандай да бір мәселелерге байланысты шектеліп, я болмаса қиянат болып жатса, сіз бізде қаламыз бойынша экономика министрлігінің департаменті бар, тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті. Сонда шағымдансаңыз болады. Олар міндетті түрде сол мәселені қолға алып қарастыру қажет. Ол үшін менде қандай құжат немесе не болу керек менің қолымда? Енді міндетті түрде біріншіден ол сіздің арызыңыз болу керек. Сіз сол арызыңызбен шағымданасыз. Кейіннен сол арызыңыз қарау мақсатында арнайы топ ұйымдастырылып, сол мәселелердің барлығын егжей-тегжейлі қарастырады. Қолыңызда қандай құжаттар бар, барлығын сол кезде көрсетсеңіз болады. Яғни, мен шағымдану үшін менің қолымда ең алдымен арызым болу керек. Арыздану керек. Сол жеткілікті. Жеткілікті. Чек, тағы басқа сол кісіден мен қызмет алған жоқпын, видео материалдар тағы басқа деген нәрсе керек пе? Оларыңыз болса, әрине,
қосымша жаңағыдай дәлел ретінде қарастырылады. Насколько нам известно, вы работали в очень многих разных структурах, в банковской сфере, квазигоссекторе, и вот работали также еще в Астана Инвест. Правильно? Оцените, пожалуйста, объем инвестиций города Нур-Султан. Насколько они сейчас эффективны, в каком направлении оно все развивается, достаточно ли, какие планы на будущее? В основном местные бизнесмены, которые инвестируют, которые начинали с продажи и, в принципе, правильно развивают свой бизнес. Есть, конечно, и иностранные инвесторы. Вот, допустим, есть турецкая компания MFA Mask. В ближайшее время они закончат свой проект. Они производят специализированные маски. Не только медицинские, но и промышленные. Есть еще другие проекты вот, по производству удобрений. Компания SwissGrow. Это мировая компания, у которых только 4 завода по миру имеется. Один, по-моему, в Турции, второй в Африке, третий в Германии и 4 в Казахстане. То есть такие крупные компании, которые ставят перед собой целью не только обеспечение внутреннего рынка Казахстана, но и выход на соседние страны, в особенности на российский рынок. Да, то есть, учитывая, что у нас единый экономический союз, есть возможности заходить на рынок России. Вы хорошо затронули тему экспорта. Что сейчас город Астана экспортирует в другие города и даже страны? Если в целом брать товарооборот города, в прошлом году товарооборот составил 11 миллиардов долларов. Из них почти 50% это 11 с чем-то, грубо говоря. 50% это как раз таки экспорт. Это, в принципе, неплохой показатель для города, но когда мы проанализировали, в большей степени идет экспорт сырья. То есть у нас находятся головные компании нефтедобывающих предприятий, либо там горнорудных, они экспортируют. Помимо этого, хорошую долю у нас занимает также экспорт уже готовой продукции. Порядка 70 компаний у нас занимаются экспортом. Если проанализировать, посмотреть, у нас идет экспорт локомотивов, да, в Россию, в Азербайджан они тоже экспортировали, наших вагонов. Идет экспорт как раз таки вот этих наших удобрений, экспорт строительных смесей, приборов вычислительных. Есть у нас еще и военная техника. Мы производим своего рода бронетранспортиры «Барыс» у нас в индустриальном парке. Они тоже экспортируются. То есть, в принципе, те предприятия, у которых есть потенциал по экспорту. Нам нужно и дальше наращивать этот потенциал. Больше импорта или экспорта? 50/50, можно сказать. Елорда арнасында сіздермен бірге болған инвестиция және кәсіпкерлікті дамыту басқармасының басшысы Ержан Талғатұлы. Бізбен бірге болыңыздар.